на сколько процентов мен қазір 100% бақыттымын деп айта аламын. Өйткені көп айтып жүрмін өзім оны. Шәкірттеріме айттым. Бәрін бай болғысы келеді ғой негізі. Не үшін келеді олар? Маған бай болу үшін келеді ғой негізі көбісі енді. Бірінші орында, иә. Мен айтамын да, егер де сіздер қазір пока сіздерде ештеңе жоқ, байлық та жоқ, атақ та жоқ, сіз ешқандай блогер емессіз, атақ танымал емессіз, бірақ сіз қазір бақытты болып білмесеңіз, бақыт не екенін түсіне алмасаңыз, ақша, байлық бақыт әкелмейді. Көп адам бақытты ақшамен салыстырады да. Ақшам көп болса, бай болса, миллионер болсам, мен бақытты боламын дейді. Жоқ, достар. Сіз қарапайым болған кезде бақытты болып білсеңіз, бай болғанда да білесіз. Мысалы, көп байлар бар да, мен білемін, бақытсыз. Өйткені олар неге бақытсыз? Олар сол урокты қарапайым кезінде соны не освоили. Түсінген жоқ та, олар ойлады, ақшаны жетсем, қазір потолокқа жетем, ақша миллионер боламын, мен бай боламын, мен бақытты боламын деп. Қазір бақытты бола алмай жүр да. Бақыт таппай жүр былайша айтқан кезде.